соның барлығы неге алып келеді екен? Ауруларға. Яғни соның барлығы спортпен айналысу және жаттығулармен дұрыс тамақтану, темекі, сүмдек секілді заттардан аулақ болу өте жақсы. денсаулыққа көбіне жаңағы біз айтып жатқан жаңағы шылым, ішімдіктер, жаңағы нашақор, наркотиктер және былай табиғаттан да зияндар тиеді. Сол жақсы. Нашақорлықпен күресу жолдарын іздеу. Нашақорлықпен күресу көбінесе ондайдан сақтайды. Себебі ол көп адамдар құмар болып қалған. Оны тоқтатудың әдісі өз-өзіне адам шектеу қою керек. Шылым шекпей өз денсаулығына қарау керек. Нашақор адам мен дені сау адамның салыстырыңыз. Нашақор адам көзі қызара қарашағы жиі үлкен болады. Әр адамның, нашақор адамның әр қашан көңілсіз және шаршап жүреді. Ал дені сау адам көңілді, ақ көңіл, ұйқысы қанып, дені сау сапалы әрі ұзақ өмір сүреді. Салауатты өмір сүруге қандай әрекеттер кері ықпалын тигізеді? Тазалық сақтамау, дұрыс тамақтанбау, шылым шегу, есірткі қабылдау, ұйқының бұзылуы, спортпен шұғылданбау, ғаламторда көп отыру. Ақша және кедейлік. Араласатын адамдары қоршаған ортасы темекі шегіп, наша қабылдайтын болса, ол адамды да солай өзгереді.